достар, бүгін біз осындай ұзын жең бешпет тігетін боламыз. Ол үшін менде осындай мата бар, табиғи, таза бүліш, және де астар матамызға 100% мақтадан тұратын астар матамыз бар. Төменде лекаланы қалдырып кететін боламын, ссылкасын сол бойынша ұзарта отыра біз өзімізге бешпет тігіп аламыз. Алдымен негізгі матамызды екі бүктеп аламыз. Мінекей бағытын көрсетіп жатырмын, олардың бағыты менде төмен қарап тұр. Сол бағытты мен маркермен белгілеп қоямын. Яғни біздің денеміздегі барлық лекала бойынша жасалған бөліктері сол бағыт бойынша төмен қарап тұру керек. Ал қолына келген кезде оны қоя берулеріңізге болады. Және де мынау бізде бер жағындағы тұрған, мынау қайырылып тұрған осы бізде ішкі жағына кетеді. Бұл жең, екі жеңі. Ал қалған төртеуі біздің негізгі дене бөліктерінің лекаласынан алынған бөліктер. Осылай орналастырып алдықта, енді әрбір лекаланың мен ұшынан 25 сантиметрге ұзартамын. Дәл сол бағыты бойынша сызғышты қойып аламын да, 25-ке қойып 0-ге дейін сызып шығамын. Сонда бағытында сақтап отырамыз, яғни кішкене жантайып шүпір сияқты болып сызылу керек. Мінекей барлық бөліктерін осылай 25 сантиметрге ұзартып шықтым. Бұл яғни пиджак секілді лекала болатын, соны біз бешпет ретінде сәл ұзарттық. Және солай барлығын бекітіп аламыз да, инемен 1-1 сантиметрден жан-жағынан қалдыра отыра қиып шығамыз. Бұл жеңін қиып жатырмыз енді. Ал мына бөлік бізде подборд деп айтылады, яғни ішкі жағына астар матаның жалғасы болып табылады. Алдыңғы жағын ашқан кезде тұрады, кейін көрсететін боламын. Мен бұны екіге бөліп тастадым, көріп тұрғандарыңыздай. Өйткені біз бұны да 25 сантиметрге ұзартуымыз керек. Сол қай жерде төрт бұрышты бізде жақсы орналасқан тіке, сол жерден қидым мінекей. Ешқандай бұрылып, ешқандай бұрылмаған жерден. Мына жерде фотосын қалдырып кеттім. Міне осындай болуы керек. Мынау сары бөліктен қалғаны астар матадан болады. Бұл ішкі жағы. Енді осының ортасынан қидық. Енді дәл сол ортасынан бізге 25 сантиметрге ұзартып алу керек. Ол үшін матаны алып, осылай қойып, 25 сантиметрді өлшеп аламыз да. Ені бойынша да өлшеп аламыз, барлығын қарап. Дәл солай қиып шығамыз. 25 сантиметр дегенмен кішкене 26 сантиметр қылып алған дұрыс. Екі жағынан жалғаған кезде бізге тігіске қалады. Енді мен сіздерге қағазбен жинап көрсететін болсам, қазір алдыңғы бөлігін, ішкі жағын, яғни астар жағын. Міне осындайда бөлігі бар, ол да лекалада бар. Қазір түсіндіремін. Міне біздің жаңа қиған подбордымыз сарыдан, негізгі матадан осылай тұрады, және мынау лекаласы, ол астар матадан болады.
Және де бачок дейміз, яғни ол жаңғы бөлігі. Міне бұл бізде тоже подкладтікі, яғни астар матаныкі болады, осындай болады. Енді бізге оларды да 25 сантиметрге ұзарту керек болады. Ол бізде астар матадан болатын нәрселер. Мінекей осындай жерін өлшеп аламыз да, қарап дәл сол жерге қойып, қағазымызды да дәл солай қойып аламыз. Сол жерден бізде қиюымыз керек, екіге бөліп, сол жерден 25 сантиметрге ұзартуымыз керек болады. Мінекей дәл сол тұстан қиып аламыз. Жаңағыдай әдіспен 25 сантиметрге ұзартатын боламыз. Яғни астар матамызға қазір біз сызатын боламыз. Бұл яғни астар матамның лекалаларының бөліктері. Осыларды қойып аламыз да. Бұларда лекалаларда мен барлығы бірге бар, сол ссылкада тұр төменде. Екі бүктілген астар матамызға осылай қойып шығамыз барлық бөліктерін, және де 1-1 сантиметр тігіске қалдыра отыра сызып шығамыз, және де ұштарынан бағанағыдай 25 сантиметрден ұзартамыз бағыты бойынша. Яғни жантайып тұрса сызығымыз, солай жантайтамыз. Мінекей үшбұрыштылып дәл осылай барлығын сызып шығамыз. Мынау жаңағы біздің қиып алған бөлігіміз, сіздің бірінші бөлігі. Соны да 25 сантиметрге ұзарттық. Ал бұл бізде арқаның бачогы, яғни жаңғы бөлігі болды. Бұны да сызып алып, басында мен кішкене қисықтау қойып, бір-біріне тіреліп қалғандықтан қайтадан алысырақ қойып сызып алдым. Бұны да 25 сантиметрге ұзартамыз. Яғни 4 бөлік қой негізгі. Оларды да тігіске 1 сантиметр қалдыра отыра қиып шығамыз. Бұл артқы бөлігі, мен сіздерге көрсетіп жатырмын түсінікті болу үшін. Астында осындай бөлігі бар. Ол бізде жаңағы астына қалдырған. Қайырған кезде сары матадан болу керек, негізгі матадан. Бұларды да ұзартқан кезде размері қысқарып қалады 25 сантиметрге. Сондықтан оларды бөлек-бөлек мен лекаласыз жасадым. Сіздерге соны көрсетейін деген. Бұл міне артқы бөлігінікі. Және де енді бачогы дедім, жаңа айттым ғой. Жаңғы бөлігі артқы бөліктің арқасының еміні, спинканың. Соған да осылай жасап аламыз. Дәл сол бағытта жантая отыра біз жасап қиып шығамыз. Биіктігі жаңағы сол қағаз бойынша қарайсыздар да, жан жағына 1-1 сантиметрден қалдыра отырасыздар. Сол кезде өзі сондай биіктікпен шығады. Дәл солай өлшеп қиып аламыз. Мінекей сіздерге тағы да түсінікті болу үшін көрсетейін деп жатырмын. Мынау арқасының бөлігі, арқасының жаңғы бөлігі, міне жанында тұрған. Мынау міне қолтық жағының міне қосып жатқан кездегі осылай қосылады. Бұның төменгі бөлігін міне осылай сары матадан сызып алдық. Яғни ол лекалада бар, тағы да айтамын, бірақ спинкаға ғана жетеді да, ол бөлігі бачогына жетпей қалады. Сондықтан оны отдельно сызып алдық. Енді мынау алдыңғы бөліктің міне бағанағы кішкентай дөңгелегінде сызып шықтық, қиып алдық. Міне сонда қосқанда бірдей болып тұр. Бұл бачогы, яғни жаңғы бөлігі.
Енді арқасының бөліктерінің яғни бачогымен бірге бұларды біз тігіп алуымыз керек болады, төменгі жағымен. Оларды келесі видеомда көрсететін боламын. Сіздерге ұнаса лайк басып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Бұл керемет бешпет шығатынына сенімдімін. Көп рахмет.